Достар, барлығыңызға сәлем. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Ернар Сакупов және Прогресс жобасы. Достар, өткен шығарылымда біз идеяны, бизнес жоспарды құрудың негізгі принциптарын қарастырған болатынбыз. Енді кезекте нақты мысалды пайдалана отырып, бизнес жоспардан бизнеске қалай көшу керектігін қарастырамыз. Біз барынша түсінікті және оңай қолжетімді бизнес түрін қарастырдық. Ең қолайлысы су кәсібі. Неге десеңіз, жыл сайын таза ауыз суға деген қажеттілік көбеюде, тұтынушылардың саны арттырып келеді. Облысымыздағы ауыз суға деген тәулік қажеттілігі шамамен 140 мың текше метрді құрайды. Жақында ғана су кәсібін ашқан бір танысым бар еді. Соның бизнесін қалай ашқанын, кәсібін қалай бастағанын біліп танысу үшін Құлсары қаласына баратын боламыз. Достар, кез келген бизнесте ол ең бастысы ол сервис. Сондықтан мен қазір Құлсарыға бармастан бұрын бірінші суға тапсырыс беріп, телефонмен сервистерін тексеріп көрейік. Алло, деп ар жағынан ерке есімі қаңылса. Алло, саламатсыз ба, Каусар су? Алло, саламатсыздар ма? Мен суға тапсырыс берейін дегем. Сізге қанша бутылка су керек? Адресіңізді нақтырақ айтып жіберсеңіз. Сіздерде андай өзі барып алып кетуге бола ма, өзім барсам? Әрине болады. Абдрахманова 45-тен келіп алсаңыз болады. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Бәрекелді, маған әзірше сервис ұнап тұр. Жалпы біздің Атырау облысы бойынша клиентке деген қызмет көрсету, сервис енді күннен күнге дамып келе жатыр. Пойызбен әлде самолетпен тағы шығамын жолға, артамың шақырым өткен, бұрылып оңға солға, арала бәрбір жерде қайтатын уақыт келді. Вокзалмен әлде аэропортпен өтемін билет қолдан, алда алыс жол мен үйге қайтам. Сонымен достар, біз Құлсары қаласына аман-есен келіп жеттік. Қазір сіздерді жергілікті кәсіпкердің енді жаңадан дамып келе жатырған кәсібімен таныстыратын боламын, достар. Сонымен достар, біз осыдан ровно ай жарым бұрын ашқан жеке кәсіпкердің жеке бизнесіне, объектісіне келдік. Кішкентай болса да жато өзінің еңбегімен ашқан бизнесі. Бұл бизнесті ашқан кезде қандай қиыншылықтар туды, және бұл бизнеске қалай келді, және бұл бизнестің қандай артықшылықтары бар екенін өзінен сұрап көрейік. Достар, Марат аға бизнес бастау жобасы аясында бизнес картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы бойынша үкіметтен 13 миллион 500 мың теңге отқан кәсіпкердің бірі қазіргі таңда кәсіпкер болғанына ай жарымдай уақыт өтті. Марат аға, сізді ең алдымен өзіңіздің бизнесіңіздің ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің көрермендерге өзіңізді толық таныстырып кетсеңіз. Өзім 2 жоғары білімім бар. Шымкенттен мәдениет институтын бітірдім. Атыраудан нефтегаз институтын бітірдім. Өнер саласында жұмыс жасадым. Осы 20 жылдай мұнай саласында жұмыс жасадым. Жаңа айтып отырсың, бірінші бизнесі деп. Менде бұл бірінші бизнес емес. Осы мәдениет институтын бітіріп келгеннен кейін осы ауданда ең бірінші музыкалық группа құрып, Мерей деген. Содан тойларға, мәдени шараларға қызмет көрсеттік. Осы ағайынды футболисттер болды. Ақылы сол бірінші бизнесім деп ойлаймын содан. Марат аға, бизнес ашуға көп білім керек пе жалпы? Енді бүгін үкіметіміз осы қазір бәріне көмектесіп жатыр. Бизнес ашамын деген адамға үлкен мүмкіншіліктер бар. Мен өзім осы кәсіпкерлікті көп білемін деп ойлайтын едім. Білмейтін нәрсем де көп екен. Осы
жақын арада Петроконсул бизнес курсын оқып шықтым. Жігіттер бәрін үйретіп шықты енді. Нарықтағы бизнестің Нақты бизнеспен қалай кіммен қалай сөйлесу керек, алған товардаларда қалай сөйлесу керек. Әртүрлі ойындар болды. Соның бәрі енді бізге сабақ. бизнес бастау бойынша несиені қалай алдыңыз және қанша пайызға алдыңыз және біздің көрермендерге нақты қандай қадамдар жасау керек екенін түсіндіріп берсеңіз. Кредит алуға заявка түсірдім. Комиссия қарады. Сосын шешім шығады. Қанша пайызбен алдыңыз? 6%-бен алдық. 6%. Енді бұл алу үшін әуелі бүкіл бизнес планым болу керек. Енді бір жыл бойына мен енді осы бизнесімді зерттеп, қандай аппарат керек, соның бәрін есептеп шығарып, сосын соны дәлелдеп шықтым ғой. Содан сондай қаржы берді. Олай болса, сіздің бизнесіңізбен, цехпен, яғни нақты сол жерге барып танысайық. Марат аға, енді бірдеңе сұрайын дегенім, неге именно осы бизнеске келдіңіз? Неге именно судың айналасы? Неге басқа бизнес емес? Или соны түсіндіріп берсеңіз. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір су тазалағыш алғам үйге. Қымбат. Содан су тазалап ішіп отырмыз. Бір күні фильтр бітіп қалды. Фильтрін қарасақ, енді қап-қара лас су. Содан ойладым, мына бүкіл халқымыз осыны ішіп отыр ау. Бұны кішкене үлкендеу оборудование алып жіберсе арзанға шығар еді халыққа беру. Сосын енді су денсаулық кепілі дейді ғой. Жақсы су беріп халықтың көңілінен шықсақ, және бұны бизнес қылып жіберсек, соны ойлап осындай қылып бизнес жасап. Ауыз су нарығындағы бәсекелестік өте жоғары. Себебі бұл бизнеспен қазіргі таңда айналысып жатқан жандар көп. Сондықтан да бұл бизнеске келгенде бәсекелестік өте жоғары. Өйткені тек қана судың бағасын арзансытып қана сіз бәсекелестікті жеңе алмайсыз. Өйткені бұл судың бағасы онсыз да төмен бағада. Сондықтан да бұл бизнеске келместен бұрын жоспарыңызды нақты анықтап алған жөн. Бизнес форматты анықтаудан бастап нарықтағы дамуына дейін. Бүкіл цехымыз осы. Бұл жерде бар ғой, осы судың сүзілу процесін бізге қарапайым тілден түсіндіріп берсеңіз, қалай? Басынан бастап. Еш қиындығы жоқ. Бірінші мына жақтан басталады. Мына су мына жерде тұр, мына механический фильтр. Ең бір үлкен топырақтарды, темірлерді алып қалады. Осы бір тез бітеді осы. 3-4 күнде тазалап тұрамыз. Именно осы фильтр. Осының өзін. Сосын мына екеуі накопительный. Накопитель осыған келіп, содан сүзілген су осы жерде тұрады. Осыған тұрады бірінші. Сосын барып мына үлкен сүзгілерге келеді. Мынау міне хлорды алып қалады. Ішіндегі хлорды да. Судың хлорын алып қалады. Сосын мынаған келеді. Мынау таблетированный соль, тұз таблетка. Суды жұмсартады. Қаттылығын азайтады. Мынау фильтр жаңағы судың бойындағы келген әртүрлі құрамдар ағзаға зиянды құрамдарды алып қалады. Көмір бар ішінде. Көмір. Мынау енді основной жұмыс жасайтын мынау, осымыз 2 фильтр әбден тазартады. Содан кейін мынау енді минералды адам ағзасына қажетті минералдарды қосып тұрады. Қоспалар. Қоспалар. Йод. Өзі автоматически мынаумен жалғанып тұр. Йод бар, натрий бар, кальций бар, калий бар. Соны бүркіп өзі шашып тұрады. Мынау өзі әдейі осыған арналып жасалған полипропиленовый бөшке. Пластмасс емес. Бұған құйылған су көгермейді, түсін өзгертпейді, дәмі кетпейді. Қалай құйдың сол күйінде тұрады. Бір ай бойына тұрады, дымы кетпейді. Одан шығып мына жерге келеді мына. Кокосовый уголь осыған келіп бір тазалап шығады да, мына ультрафиолетовый неден өтеді? Лучтан өтеді. Бүкіл бойындағы бактерияның бәрін өлтіріп шығады.
Оказывается, біздің Атырау облысында 5 литрге дейінгі пластикалық бутылкаларды шығаратын өндірушілер өте көп екен, бірақ 19 литрлік мына именно осы бутылканы шығаратын өндірушілер тек қана екеу екен облысымыз бойынша. Біреу Атырау қаласында орналасқан, екіншісі Махамбет ауданында. Яғни осындай бутылканы өндіріп, тағы да өндіріс ашам дейтіндер болса, бұл нарық бос. Так, мынау бірінші химиялық тазарту. Екінші Мынау простой сумен шайып жатыр қазір. Так, простой сумен шайды. Мынау ең бастысы мына жерге қойғаннан кейін асып кетеді деп қорықпайсың. Өзі 19 литрге келгеннен кейін автоматически тоқтайды екен, короче. Қазір соны көретін боламыз. Бұлағынан қойылады да. Үйреніп алғансың ғой, қоттан. Бір рет көріп. Баяғыда андай ауылда андай болды бүйтіп. Қашап суды отырасың ғой мен. Сондайдан қалып қойған навыктар ғой, короче. Ел андай қауға шелекпен бетесінде. По-моему, өзі тоқтайды қазір. Так, мына 19 литр келгенде тоқтады өзі, просто насосты айырдым. Так, ендігі этап, короче, мына жерде крышка. Бұлай крышка кигіздік. Мына жерге қойылады да. Бұлай бастады. Қанша алады мына осындай жасайтын адамдар? Жұмыс жоқ па маған? Все, су дайын. Қазір примерно осының дәл сондай несін дәмін көрейікші. Мына. Жалпы товар клиентке осылайша жеткізіледі. Мен ойымша өте тиімді бизнес деп ойлаймын, өйткені Атырау облысы бойынша ыстық күндер әлі алда. Ал Марат ағамыздың айтуы бойынша күніне тұрақты түрде 100 осындай бутылка су тасымалданып жеткізіледі екен. Алдағы уақытта 300 бутылкаға дейін санын көбейтетін жоспарда. Марат ағамызға сәттілік тілеп қояйық. Алдымен сіздің компания ұңғымадағы суды өндірумен, оның тұтынушыларға жеткізуімен айналыса ма, жоқ па, соны шешіп алған дұрыс. Немесе біреудің дайын суын тұтынушыларға жеткізуімен айналыса ма. Бірінші нұсқа көбірек ақша қажет етеді. Бұл жағдайда қаражаттың тез өтелуі тұтынушылар нарығының көлеміне байланысты болады. Толық бизнес циклі су көзін іздеуден басталады. Бұл ұңғыма суының өзендердің, көлдердің суы болуы мүмкін. Нәтижесінде ауыз су өндіру кәсіпорнын ашу үшін бастапқы инвестиция орта есеппен 30 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ ай сайынғы шығын шамамен 500 мың теңгені құрайды. Ай сайынғы шығындарға коммуналдық төлемдер, жалақы және салық кіреді. Ендігі сұрақ, бизнес қанша уақытта өз-өзін өтейді, ақтайды және кәсіпорын табысты болу үшін сату көлемі қандай болу керек? Шағын су зауыты айына әртүрлі көлемдегі 2000-ға жуық бутылка шығарылады. Өнімнің толық көлемі жүзеге асырылған жағдайда кәсіпорынның кірісі айына 5 миллион теңгені құрайды. 5 миллион. Кайф қой.
Эксперт Зарина Төлегенова қызмет саласы Caspian Invest Group Ltd консалтинг компаниясы және франчайзинг 24 кәсіптік кеңейтуге дайындайтын компанияның директоры. Финансовая модель – это универсальный инструмент для любых бизнесов. Ею пользуются предприниматели из разных отраслей, и строительных компаний, и в микробизнесе. Она для чего нужна? В первую очередь финансовая модель, она нужна в двух случаях. Первое – это для того, чтобы увидеть бизнес в цифрах. Если у вас есть бизнес-идея, или вы планируете только открыть бизнес, или вы уже начали свой бизнес, но вы не использовали этот инструмент, то я вам настоятельно рекомендую. Для чего? Для того, чтобы вы могли увидеть, когда вы выйдете на прибыль, какие показатели вы можете получить по итогам года и так далее. Второе – это когда бизнес хочет увидеть, за счет каких показателей живет его бизнес, как он может повлиять на эти показатели, какие ресурсы он может привлечь дополнительно, либо наоборот оптимизировать их для того, чтобы выйти на определенные свои ожидания. К примеру, то есть финансовая модель, она может отражать в том числе и воронку продаж. Качественно сделанная финансовая модель, она показывает, за счет каких каналов вы привлекаете ваш бизнес. Возможно, вы думаете, что растет за счет рекламы ваша выручка, возможно, на самом деле вашу выручку формирует ваша действующая клиентская база. Поэтому финансовое моделирование это является очень полезным, важным, обязательным инструментом для любого бизнеса. Через финансовую модель вы можете увидеть, какие у вас, возможно, кассовые разрывы будут. Бизнес, он может быть доходным, но по факту у вас может быть не хватать денег на приобретение тех или иных расходных материалов. Поэтому для того, чтобы заранее подготовиться, то есть вы можете планировать, вы можете через это планирование увидеть, как подготовиться к тем или иным сезонным спадам, к тем или иным изменениям на рынке. Для компаний малого бизнеса я рекомендую обратиться в банки второго уровня в рамках национальной программы поддержки предпринимательства на 2021-2025 годы. В рамках данной программы вы можете получить финансирование своего бизнеса под 6% годовых. Национальный проект по поддержке малого бизнеса помогает компаниям, занимающимся производством, переработкой, оказанием услуг, а также торговлей для поддержки их бизнеса. Срок окупаемости для малого бизнеса, средний срок составляет от 1,5 до 3 лет. Если же ваш бизнес существует больше 3 лет и вы еще не пришли к возврату вложенных инвестиций, то настоятельно вам рекомендую провести финансовые расчеты вашего проекта. Ең бастысы барлық процессті сауатты ұйымдастыру, өндіру, жеткізу, сату және реклама. Егер де осының бәрі осы реттілік бойынша дұрыс ұйымдастырылған болса, онда сіз бұл бизнесте пайда табасыз. Достар, Карен мырза 2008-ден бері осы су өндіру, су кәсібінде осы нарықта 2008 жылдан бері Карен мырза біздің Атырауда конкуренция қаншалықты жоғары? Ну, конкуренция у нас... Бізде бәсеке жоғары деңгейде. Менің білуімше 43 су құятын компания бар. Олардың суды қайдан алып қалай құятынын білмеймін. Бірақ біздің компания бәсекеде алдыңғы қатарда екенін айтқым келеді. Бәсекенің болғаны да жақсы. Себебі соның арқасында жұмыс жасауға деген ынтаң оянады. Сіздің сұрағыңыз өте орынды. Себебі осы бағдарламаны қараған көрермендер арасында менің айтқан сөзіме келісетіндер болады деп ойлаймын. Рахмет, Карен мырза. Бұл бизнестің артықшылығы мен кемшіліктері қандай? Просто достоинство то, что... Менің жұмысымның артықшылығы адамдарға таза су беретінінде деп білемін. Арақ, вино тіпті зиянды темекілер емес. Адамдардың денсаулығына пайдалы қарапайым таза суды ұсынамыз. Біздің техника қанша грамм су, қандай градуста болу керек, құрамында қанша металл, қанша йод бар екенін есептеп шығарып береді. Ал қиыншылығы қызметкерлердің тұрақсыздығында дер едім. Себебі бұл жұмыс біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Қиындығын көтере алмайтындар да бар, жұмысқа құлшынып тұратындар да кездеседі. Кез келген жас кәсіпкер, жас бизнесмен қандай қиындықтарға тап болады бизнесте, және сіз қандай кеңес бере аласыз оларға? Что я могу сказать? Я по этому вопросу могу сказать, что
Жай ғана креслода отырып жұмыс жасаймын деген болмайды. Адамның жұмысқа деген ниеті болу керек. Және тек бұйрық беріп қарап отырмай, басқа қызметкерлерге үлгі болу тиіс. Ол үшін бір офисте тығылып отырмай, жұмысшылармен тығыз байланыста болу қажет. Сонда ғана олар сізге табыс әкелетін болады. Бастайын деп тұрған бизнеске жұмысшыларды емес, алдымен өзіңізді дайындауыңыз керек. Екінші мәселе, сізде бәрі есептеліп тұру қажет. Бұл тек ақшаға ғана байланысты емес. Бастағалы тұрған ісіңіз жақсы не жаман нәтиже көрсете ме? Сіздің ресурсыңыз жете ме? Соның барлығын алдын ала есептеп алуыңыз керек. Ресурстың тең қаржымен шектелмейтінін ескеріңіз. Бұл адами ресурс немесе басқалай да болуы мүмкін. Жаныңыз қаласа бизнесті бастаңыз. Үлкендеріміз айтқандай бәрі тәжірибемен келеді. Қағазға жазған сабақ болмайды. Сіз тек әрекеттен үйренесіз. Қателікте адамға керемет сабақ болатынын ұмытпаңыз. А правда то, что вот чем вот бизнес расширяется жизнь, чем больше она становится, правда, что и тем толще становится цепочка человека? Я шучу. Я думаю, что за цепочка? Карен мырза, сізге көп рахмет. Сіздің жауабыңыз біздің көрермендердің көңілінен шығады деген ойдамын. Біздер кеттік ары қарай. Достар, бүгін біз су сату бизнесімен нақты таныстық және мақсатымызға тағы да бір қадам жасадық. Келесі шығарылымда біз тағы да бір кәсіпкерді таңдаймыз, бірақ ол су бизнес емес, басқа бизнес саласы. Каналымызға жазылуды, пікір қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше пайдалы ақпараттар айдарына кезек береміз. Әр кәсіпкердің мақсаты жетістікке жету, бірақ жетістіктің артынан қуамын деп сапаны жолда қалдыратындар да бар. Себебі олардың табысты кәсіпкерлердің қағидаларын біле білмейді. Табысты бизнестің барлық қағидалары кәсіпкерлердің ұйымдастыру қабілетімен және жеке қасиеттеріне негізделеді. Бір ғана жетістік қарын тойдырмайтыны анық. Сондықтан да табысты бизнес қағидаларының бірі өзін-өзі тәрбиелеу. Бірінші сатыдан екінші сатыға көтерілген сайын адамның бұрынғы білімі өзіне аздық етеді. Сондықтан да жоғарғы сатыға көтерілген сайын білімінде ұштау қажет. Өйткені бизнесте ең маңыздысы заңды, экономиканы, налогты, маркетингті бәрін нақты білу керексің. Өйткені осы күнгі алаяқтардың құрбаны болып кетпес үшін. Табысты бизнестің тағы да бір қағидасы өз ісіңді сүю. Өз ісіңе деген құштарлық күш жігеріңді қайтарады. Келесі қағида эмоцияға жоқ деңіз. Өзіңіздің әлсіз тұсыңызды қызметкерлеріңізге және де басқа адамдарға көрсетпегеніңіз жөн. Өйткені олар өз мақсатында қолданып кетуі мүмкін. Ал ол сіздің бизнесіңізге зиян. Бизнесті жетістікке жетелейтін тағы да бір қағида ол ойдың берік және тиянақты болуы. Кез келген қиын жағдайда тәуекелден қорықпау, тәуекелге бару және кез келген проблема болған жағдайда нақты байсалды шешім қабылдау. Тағы да бір қағида, кез келген кәсіп жүйелі жұмыс жасау керек. Ол үшін кез келген қызметкер өзінің орнында, өзіне міндеттелген шаруаны, жұмысты нақты, тиянақты атқару қажет.